Азаттықтың ақтаңа атқалыда ширек ғасыр өтіпті. Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 27 жылдығының қарсаңында ел рәміздерінің 27 жылдығы мен қара алтынды отанымыздың қамбасына қойып жатқан Қарағанды қаласының 85 жылдығы биылғы жылмен сай келіп отыр. Бүгін соның куәсі 4-ші сынып оқушылары үшін ерекше ұмытылмас күн, өйткені олар бастауыш сыныптың түлектері. Міне, бойлары да өсіп, бастауыш сыныпта білім алып, аяқтап, орта буынға өткелі отыр. Ендеше, қызықты да ғаламат өзгерістер сыйлаған, білімнің бастауы болған, қош бол білім бастауы бастаушы атты ертеңгілімізді ашық деп жариялаймыз. Армыз ғалымдер, әшандар, білім іздеп, инемен құдық қазғандар, құшақ жая қарсы аламыз сіздерді, би билеп, әнде бүгін шырқалар. Бастауыш бала үшін өмір сәні. 4 жыл оқып бастауышты тәмамдап, бүгін міне қоштасады барлығы. Кеше ғана тұлымдары желбіреп, жүректері лүпілдеп, мектеп табалдырғын қуана аттаған ұл-қыздарымыз, бойлары толып, бойлары өсіп, бастауыш сатысымен қоштасқалы отыр. Бұл санат қуаныш баршамызға, мұндай күй болған сірә қаншаңызда. Қол соғып қошаметпен шақырайық 4-ші сыныптарды ортамызға. Сынып жетекшісі Жұманбаева Алмаш Абдиқадыровна мен ортаға 4-ші А сыныбы шақырамыз. Бұл сыныпта Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, Дарын Республика ғылыми-практикалық орталығы Ақбота интеллектуалдық марафонның 3-ші дәрежелі дипломының иегерлері Асылжан Әсел, Ерғанатова Аяу. Ортаға 4-ші А сыныбын сынып жетекшісі Бакирова Динара Аманжолқызы бастап келеді. Бұл сыныпта республикалық математикалық клевер олимпиадасының 2-ші дәрежелі орын иегері Рамазанова Арда, Киев республикалық ұлттық интернет олимпиада бастауыш сынып математика пәнінен ұйымдастырылған қашықтық олимпиадасының республика бойынша 3-ші орын жеңімпазы, облысқа 2-ші қалса аудан бойынша 2-ші орын алған Оразбай Мирас бастауыш сыныптар арасындағы жалғыз жеңімпаз. Білген республикалық байди математикалық 1-ші орын олимпиада иегерлері Сүлеймен Ерасыл, Жұмағаты Ару, Рамазанова Арда, соңғы кезең сынып оқушы орталығының түрімен өткен. Бақтау жеңімпаздары Нұржан Алихан, Ерділді, Алтынай 4-ші Б сыныбын сынып жетекшісі Бейсенбаева Алтынай Қапышевна алып келеді. Бұл сыныпта Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрі, Дарын Республика ғылыми-практикалық орталығы, Ақбота интеллектуалдық марафонның 1-ші, 2-ші, 3-ші дәрежелі дипломның иегерлері Жұматай Рауан, Нурадинов Мұрат, Галимова Айым, Нью республикалық ұлттық интернет олимпиада бастауыш сынып математика пәніне ұйымдастырылған қашықтық олимпиадасында 1-ші дәрежелі диплом жеңімпаздары Еркін Махамбет, Еркін Мұхан, Жеңіс Әлібек,
Нью-Йорк Республикалық ұлттық интернет олимпиада бастауыш сынып пен математика пәнінен ұйымдастырылған қашықтық олимпиадасының екінші дәрежелі диплом жеңімпаздары Жеңіс Әлібек, Әбен Сезім, Райхан Әнел, Ермекова Сынып жетекшісі Ахмет Гүлбақша Төлегенқызы өзінің 4-ші В сыныбын ортаға алып келеді. Бұл сыныпта Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрі, Дарынды Республикалық ғылыми практикалық орталығы, Ақботай интеллектуалдық марафонның 3-ші дәрежелі дипломның иегерлері Сағыбай Алтынай, Есенбек Алан, Нығмет Нұртілек, Берікханова Аянат, Бейсенбаева Ақпейіл, Омарбек Кәусар, Жүлекеева Еркеназ, Дарынды бала Республикалық баласөспірімдер өз жерінің біләтті жастар байқауының 1-ші дәрежелі диплом иегерлері Болат Алшын, Баева Ақпейіл, Қойшыбек Әнел, ардақты ұстазым атты республикалық эссе байқауын білім берудің жаңа жүйесіне сауаттылығы мен ойлау қабілеттілігін арттыруда 2-ші дәрежелі диплом Айқожет Байғожа, Марат Серікбол, Сағыбай Алтынай, Нью-Йорк Республикалық ұлттық интернет олимпиада бастауыш сынып математика пәнінен ұйымдастырылған қашықтық олимпиадасының 1-ші дәрежелі диплом жеңімпаздары Есенбек Алан, Сағыбай Алтынай, Нығмет Нұртілек, Қойшыбек Әнел, Жүлекеева Еркеназ, Омарбек Кәусар, Тасболат Алшын. Келесі кезекте 4-ші Г сыныбы сынып жетекшісі Марат Динара Марат қызы келе жатыр. Дарынды бала республикалық балалар мен жасөспірімдер өз жеріңді танып біл атты жас таланттар байқауының 1-ші, 2-ші дәрежелі диплом иегерлері Бекмағамбетова Толғанай, Сақтағанова Жансая, Адиева Назым, Альсаитова Диана, орынбасар Азизна, Аманжол Нұрсері, Аман Санжар, Альсаитова Диана бар. Сен алдылыя мектебі Қағанайды жыл алдыңыз көккені жүректерге жақтан білім шыратып мақтан етемін сені мәңгі мектебім. Назарларыңызда мектебіміздің бишілер тобының шашу биімен қарсы алыңыздар. Мектеп деген тәрбиеші адамға, мектеп деген аналардың мекені дейіп, келесі сөз кезегі көктеміздің директоры Күзембаев Мартбек Айкеновичқа беріледі. Қайырлы күн, құрметті ұстаздар, оқушылар, ата-аналар. Бүгін сіздер үшін, мектеп үшін өте ерекше күн. Себебі осы мектепке 6 жасынан келіп, бүгін міне етек-жеңін жиып, шәкірт атаныватқан балаларыңыз 4-ші сыныпты ойдақтай аяқтап отыр. Балаларыңыздың денсаулықтары мықты болсын.
алдағы уақытта ортаңға буын, жоғары буын сыныптарын ойдағыдай аяқтап, бір мамандық иелері атансын. Ұлдарыңыз ұлықты, қыздарыңыз қылықты болсын. Мынау осы мереке қасиетті Рамазан айымен тұстас келіп отыр. Сондықтан оразаларыңыз қабыл болсын. Биыл міне елімізде Сәкен Сейфуллиннің 125 жылдығы, Нұркен Әбдіровтің 100 жылдығы тойланайын деп отыр. Сондықтан осындай маңыз жылдығымен келіп отқан мектеп 4 сыныптардың бастауыш қоштасу кеші құтты болсын. Барлықтарыңызға амандық тілеймін. Бізде ата-аналарды марапаттап өтейік. Құрметті Аубакирова Бақытгүл Саматқызы, рухани жаңғыру Қарағанды қаласы 85 жылдық қарсаңында сізге және сіздің отбасыңызға бақыт пен береке, бірлік тілей отырып, мектеп өміріне белсене қатысып, мектептің қоғамдық жұмыстарына белсене атсалысқаны үшін шын жүректен алғыс білдіреміз. Мектеп директоры Жөнбаев, құтты болсын. Бізбен әрдайым байланысты болыңыз. Осындай мәтінде Алдашева Айнұр Құсайынқызы марапаттаймыз. Алғыс хат. Қол шапалақтап күшкен демеп отырыңыздар. Омарова Саягүл Мұқатайқызы. Көпжасарова Айгүл Әшімқызы. Барма өкісі? Айгүл Әшімқызы, Көпжасарова. Қол шапалақтап күшкене жылынып тұрыңыздар еді, ауа райына мән бермеңіздер. Бейбурзина Шолпан Сайлаубекқызы. Бейбурзина Шолпан Сайлаубекқызы бар ма? Байлыда Айым Сембайқызы. Қол шапалақтап тұрыңыздар. Әбілмәжінова Айнагүл Қанатовна. Барма өкісі? Жүрекеева Гүлмира Тұрсынқызы. Майкеева Күлпан Абдуллаевна. Алиман Айгерім Әбдіманатқызы. Қасенова Анар Александровна. Құрманбаева Жұлдыз Ерланқызы. Құрманбаева Жұлдыз Ерланқызы. Бар ма? Медеева Алмагүл Сериковна. Усенова Айымгүл Мәдиетқызы. Құрметті ата-аналар, мына 4 сынып бітіргеннен кейін келесі жылы 5 сыныпқа келіңіздер. Биыл мына 130-ға жуық бала бітірейін деп отыр. Жан-жаққа тартып кетіп қойып жүрмеңіздер, көптеңіз. Қайтып келіңіздер. Келесі жылы бізде жас қыран, жас сарбаз деген кадет класс ашылады, Алла қаласа. 25 бала қабылдаймыз сол классқа. Ата-аналар мектеппен тығыз қарым-қатынаста болыңыздар. Кез келген сұрақ болатын болса,
мектепке қатысты оқушы, мұғалімдерге қатысты болса, мектепке келіп, мектеп әкімшілігіне, мектеп директорына кез келген уақытта жолығуға болады. Құтты болсын тағы да. Ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға деп Абай атамыз айтқандай, алғаш қолымызға қалам ұстатып, оңымыз бен солымызды танытқан, бізбен бірге қуанып, қырық әріпті танытып, білім нәрімен сусындатқан мектептегі анамыз, ұстаз екені бәрімізге мәлім. Балалардың ұстазға арнаған ән жырларын айтпас бұрын, ұстаз туралы не айтар едің? Әр шәкірттің өз баласын кем көрмей, оқуға, жазуға үйреткен мұғалім еңбегі шексіз. Мұғалім мектептің жүрегі деп Ыбырай атамыз бекер айтпаған. Дұрыс айтасың, ғылым иесі ғалымда, ел қорғаған батырда, тілінен бал тамған ақында, тегеуріннен темір балқытқан жұмысшыда, көкті шарлаған ғарышкерде, бәрі ұстаздан білім мен тәрбие алған. Бұл туралы батыр Бауыржан атамыз болашақтың басшысында, данасында, ғалымында еңбекқор егіншісінде, кеншісінде ұстаз өсіреді деген. Олай болса, келесі жырларымызды ұстаздарымызға арнаймыз. Ортаға 4-ші Г сынып оқушыларын шақырамыз. Қошеметтеріңіз. Бала шаққа болашақты жырлатып, шәкірттерге ой түзеткен сымбатты, күн нұрындай сәуле құйған көңілге, армысыздар ұстаздарым қымбатты. Армысыздар әжелер мен аналар, ұрпағыңыз күнде өзіңнен баталар. Ел дәстүрін мәңгі сыйлап оқы деп үйреткен ғой Абай Ыбырай бабалар. Армысыздар өр тұлғалы әкелер, қыран құстай балапанын мәпелер. Бүгін міне бастауышпен қоштасады, азамат боп кешегі сәби еркелер. Мектеп деген білім кені, жыр кені, мектеп ең үлкен. Мектеп деген тәрбиеші адамға, мектеп деген даналардың мекені. Мектебім білім берер алтын ұям, ер жетіп сенде сезім атты санам. Бауылған 4 жыл бойы танамдай, әр қашан қасиетті атың маған. Арада өтсе да дүркірек, әр күнің балалықтай бір жүрек бұл. Өзіңе борыштарың өмір бойы, есейген шәкіртіңні серті деп біл. Армысың сен алтын ұям мектебім, саған айтар жыр алғысым көп менің. Жүректерге ақтан етеп сені мәңгі мектебім. Білімнің қайнар бұлағы, өнердің жанның шырағы, тұрағы біздің мектебім, шәкірттің асыл қырағы. Мектебім мәңгі бапкерім, қарызбыз саған бәріміз, өзіне деген парызды ақтаймыз талай әліміз. Алғашқы ұстазымыз анамыз бен тек бар асылым бізге жиып мол береді, қанатымен су себелеп басыл жан әр баласынан кем көрмейді. Жанарында алыс сыртқан қара жол, құлағында өзің берген кеңестер, көз жұмсаң да белгістер. Қоңыр үнді дауыс естісем таңдардай, ұстазымның жүзіндегі нұр қандай, мейірлене қарап қойып біз күн астынан сабақ беріп тұрғандай. Келек ұстаздықты таңдап алғым, ұстазым көңілің ақ кем, шегі мен тең, әр сөзіңе зердеме өзің қойдым. Қазақтың қасиетті даналығын, дамалсыз шарлап білім ой арманын, өзіңдей жақын. Ұлылықта ардақ тұтар үнемі, алтын ұя ақ бұзаға киелі. Қанат қаққан білім алып өзімнен, күлі шәкірт саған басын иеді. Тәуелсіз Қазақстан байтақ жерім, қуаныш құшағында бүгін елім. Балалар аманатын алға тарта, жас ұрпақ алдақты міне бүгін. Жатқана кіріп едік сыныпқа біз, әр бетін әлпенің бір мұғалім сабақ өтіп жатқан кезде қайталап бақытымызды сұрасқанбыз. Өмірдегі жолымды бір өзімнен бастадым, әріпі алғаш денен бастадым. Ұстазым естен кетпес мәңгілікке, мейіріммен арқамыздан қаққаның. Бірдей біздің ойымызда сырымыз, бір мектептен ұлы менен қызымыз. Бірдей өстік оқуда да еңбекте, бірдей өстік оқуда да еңбекте.
біріміз. Бастауышта шырқалмаған жыр бар ма? Бастауышта айтылмаған сыр бар ма? Бастауышта алған білім жырларым азық болар мәңгі талай жылдарға. Алғыс сізден бізге тілектерден, алғыс мынау отты жүректерден. Хор ұстазым менің ұстазым. Қабыл алыңыздар. Мектебім білім берер алтын ұям, ер жетіп сенде сөзім артты санам. Баулыған 4 жыл бойы атанамдай әр қашан қасиетті атың маған. Ұлағатты ұстаз, оқушыларының сүйікті мұғалімі Түсенова Маржанкүл Қазыкеновна мен Қамқорлық комитетінің мүшесі Аубакирова Бақытгүлге сөз беріледі. Саламатсыздар ма, құрметті ата-аналар, ұстаздар. Бүгін 4-ші сыныпты бітіріп жатқан оқушылар, сіздерді бүгінгі айтулы мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Алға қойған көздеген мақсаттарыңа қол жеткізіп, армандарыңыз орындалсын. Келешектің кемел, болашақтың нұрлы болсын. Нұрлы жол, думанды шақ тілеймін. Енді бүгінгі мынау бітіріп атқан оқушыларға тек қана алдағы уақытта орта буын, жоғарғы буын да тек қана сәттіліктер тілеймін. Бүгінгі қуаныштарыңыз, ата-аналар, бүгінгі қуаныштарыңыз қуанышқа ұлассын. Әрқашан осындай балаларыңыздың тек қана жақсылығына, қуанышына жиналуды нәсіп етсін сіздерге. Рахмет. Ұстаз мықтының ұстанымы мықты дейді. Бүгін міне Рамазан айында біз жас түлектер мектептің бастауыш сыныбын бітіріп отыр. Жас түлек өздеріңізге ақ жол тілеймін. Басқан қадамдарыңыз құтты болсын. Аман есен осылай 11-ші сыныпты абыроймен аяқтап жатыңыздар. Ал мектеп ұжымы сіздерге көптеген ата-аналардың атынан алғысымыз шексіз. Еңбектеріңіз жемісті болсын, денсаулықтарыңыз мықты болсын, жанұяларыңызда жақсы күндер көп болсын. Осындай түлектерді өсіріп баптап ұшыра беріңіздер.
қанаттарыңыз талмасын. Айта берсек көп қой. Аналық ақ жүрекпен алғысымыз көп сіздерге. Осындай жақсы күндер көп бола берсін. Ал Динара мұғалім, Динара Манжоловна, сізге алғысымыз ерекше. Көп рахмет айтамыз, басымызды иіп рахмет айтамыз. Кеше ғана 4 жыл бұрын әріпті қарып деп танымай, отырып тұрудың, жүріп тұрудың не екенін білмей келген кішкентай ғана ботақандарымыз бүгін міне қанаттарын кеңге жайып, өздерімен сабақтарын оқып, үлкен бір белеске жетіп ұшырып атсыз. Сізге көп рахмет. Отбасыңызға жақсылық тілеймін. Қолыңыздан ерген балаларыңыздың тек қызығын көріңіз. Осындай жақсы тілектеріңіз көп болсын. Рахмет сіздерге. Мереке жалғаса берсін. Ұстазым едің асқағаным, басталған ақ батаңнан жас талабым, ұғындым ұлылықтың, даналықтың, ұстаздың ұлақ атынан басталарын. Қарағанды қаласының 85 жылдық мерейтойы қарсаңында 100 ән жобасы аясында және болашақ менің қолымда атты айлық барысында көптеген қалалық, облыстық, республикалық байқаулардың жеңімпазы, жас әнші, еркелеп елге ән салдым атты ән кешін өткізген мектебіміздің 4-ші А сынып оқушысы Тұрар Елдар мен Сұлушаш Кәусар әке ананы мен ортаға шақырамыз. Bakkanımsın
ұмытылмастай көңілде мәңгі қалатын. Сағына әркез суреттерді парақтап, шәкірттерін жиі еске алатын. Армысың сен алтын ұя мектебім, саған айтар жыр алғысым көп менің. Жүректерге жаққан білім шырағын, мектебіме арналады бұл әнім. Дұрыс айтасың, бұл мектептен қаншама адам тәлім алған десеңші. Ортаға 4-ші А сынып оқушыларын өзбек биімен қарсы алыңыздар. Kadın
сыныбының орындауында өз елімені қабыл алыңыздар.
менен орындаңыздар. Флешмоб, алға Қазақстан! жыл әр күні балалықтай бір жүрек бұл. Өзіңе борыштармын өмір бойы, есейген шәкіртіңнің сертіне білдей отырып, қош бұл білім бастауы бастаушы атты ертеңгілімізді жабық деп жариялаймыз. Сұңқардай күшті қырандай қыраны біз боламыз тәуелсіз елдің ұланы. Біз еліміздің болашақ және білімді көшбасшылармыз. Білімі терең ауқатты ұрандармыз. Егемен Қазақстан, болашақ жастар. Будущее суверенного Казахстана